Мемлекет башчысынын тапсырмасымен заңсыз иемденилген активтерди мемлекетке кайтаруу жумусу прокуратура органдары кызметинин негизги багыттарынын бирине айналды. Президент кайтарылган каражаттын барлыгы халктын ийгилигине жумсалуу тийс экенин атап өткөн болатын. Бүгүнкү бул сөздөрдүн накты иске асырыла бастаганын көрүп отурмуз. Мемлекетке кайтарылган каражат эсебинен элибиздин барлык өңүрүндө жалпы куну 617,7 миллиард теңге болатын 466 әлеуметтик, коммуналдык жана инфракурулумдук нысан салынууда. Булардын катарында ооруканалар менен эмханалар, мектептер, бала бакчалар менен өнөр мектептери, спорт кешендери менен стадиондар, суу менен жабдыктоо жана суу буруу жүйөлөрү, жол өткөлдөрү, аби жайлар менен инфракурулумдук нысандар бар. Мунун барлыгы казакстандыктардын өмүр сүрүү жагдайын жайлытып, өңүрлөрдүн дамууна жаңа мүмкүндүктөр ашат. Еліміздің елордасында тарихы сонау 1936 жылдан бастап алатын атаңызга айналган Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион кайта калпына келтирилди. Бүгүнде стадион УЕФА стандарттарына сай келет. Ол 3600 көрөрмөнгө арналган және ең бастысы мында бир мезетте 750 бала спортпен шұғылданып, болашақта үлкен жеңістерге қол жеткизе алат. Сондай-ақ Астанада Қазақстан спорт сарайы да жаңғыртылып жатыр. Жақын арада ол кайтадан спортчулар мен көрөрмендер үчүн өз эсигин айкара ашат. Нұра және Сарыарқа аудандарында 2000-нан астам окуушуга арналган 2 жаңа мектеп салынууда. Алатау бөктөрүндөгү Алматы каласында жалпы куну 9 миллиард теңгени курайтын 9 сумен жабдыктоо жобасы жүзөгө асырылды. Жаңа инженерлик желилердин аркасында Алматынын шетки және тау бөктөрүндөгү аудандарында туратын 23 мыңнан астам тургун орталыктандырылган сумен жабдыктоо жүйөсүнө кол жеткизип, инфракурулум маселеси бир жола чечилди. Шырайлы Шымкентте ерекше билим берүүдү кажет этетін балаларга арналган куну 2,5 миллиард теңге болатын 300 орындык жаңа жатакхана салынды. Буган дейин көптөгөн бала тар әрі колайсыз жагдайда туруп билим алган. Ал кейбир тарбиеленүүчүлөр үйдөн окууга мажбур болгон эт. Бүгүнде олар үчүн турууга, билим алууга жана жан жакты дамууга колайлы әрі каопсыз жагдай жасалды. Бул жай гана жаңа гымарат эмес, бул балалардын өз кабилеттерин ашып, сүйүктүсү менен айналысып, арманына нык кадам басууна берилген мүмкүндүк. Арка төсүндөгү Акмола облусунда арнайы мемлекеттик кор каражат эсебинен 46,8 миллиард теңгеге 48 жоба иске асырылып жатыр. Олардың қатарында 15 медициналык нысан, фельдшерлик акушерлик пункттер мен дәрігерлік амбулаториялардың құрылысы, сондай-ақ 30 сумен жабдықтау желісін реконструкциялау және салу, бір жатақхана мен 2 спорт кешенінің құрылысы бар. Жүзеге асырылған ең ірі жобалардың бірі Көкше Арена спорт кешені. Заманауи нысан құрылысына 12,6 миллиард теңге жұмсалды. Мұнда спортшылардың жаттығуына, дайындығына және ең жоғары деңгейдегі жарыстарды өткізуге барлық жағдай жасалған. Спортпен шұғылдануға арналған жаңа мүмкіндіктер Зеренді ауылында да пайда болды. Құны 2,1 миллиард теңге болатын балалар жасөспірімдер спорт мектебі бір ауысымда 100-ден астам баланы қабылдай алады. Мұнда шаңғы жарысы, бокс және күрес секциялары жұмыс істейді. Мектептің ашылғанына аз уақыт болғанына қарамастан, оның тәрбиеленушілері қазірдің өзінде 50-ден астам медаль жеңіп алды. Оның 9-ы республикалық жарыстарда қоржынға салынған. Айбынды Алтай өңірінде 79 миллиард теңгеге 8 жоба жүзеге асырылуда. Мемлекет башчысынын тапсырмасына сәйкес, Өскөмен қаласында құны 44 миллиард теңге болатын еліміздегі ең ірі медициналық жобалардың бірі гематология орталығының құрылысы іс жүзінде аяқталды. Жақын арада облыстың 720 мыңнан астам тұрғыны басқа өңірлерге бармай-ақ жоғары технологиялық медициналық көмек ала алады. Риддер қаласында құны 28,1 миллиард теңге болатын жаңа аурухана кешен ашылды. Енді тұрғындар барлық қажетті медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған заманауи көп бейінді кешенде медициналық көмек ала алады. Алтай ауданындағы аурухана жаңартылып, Шемонаих ауданында дәрігерлік амбулатория салынды. Сонымен қатар Олан және Шемонаих аудандарының 4 ауылында сумен жабдықтау жобалары жүзеге асырылды. Еліміздің негізгі ауыл шаруашылығы өңірлерінің бірі Қостанай облысында 26 миллиард теңгеге 26 жоба жүзеге асырылуда. Арқалық қаласы 30 жылдан астам уақыт бойы әуе қатынасынсыз қалған еді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен әуежайды қайта жаңғырту жұмыстары басталды. Мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен бұл жобаға 6 миллиард теңге бөлінді. Жақын арада Арқалық қайтадан тұрақты әуе қатынасына қосылып, өңірге жету әлдеқайда жылдам әрі ыңғайлы болады.
Тағы бір маңызды жоба Арқалықтың өзінде жүзеге асырылды. Мұнда педагогикалық университеттің оқу корпусы жаңартылды. Енді студенттер мен оқытушылар үшін білім алуға, ғылыми жұмыстармен айналысуға және кәсіби тұрғыда дамуға заманауи жағдай жасалды. Жітіқарада жылдар бойы бос тұрған ғимаратта қызу жұмыс басталды. 896 миллион теңгеге аудандық емхана салынып жатыр. Жұмыстар аяқталғаннан кейін ауданның 40 мыңнан астам тұрғыны заманауи медициналық көмек ала алады. Сонымен қатар өңірде 22 маңызды объектінің құрылысы қаржыландырылды. Олардың қатарында Әулиекөл, Жангелдин, Қарабалық, Қарасу, Қостанай, Меңдіқара, Федоров және басқа да аудандардағы 19 сумен жабдықтау жүйесі. Сондай Арқалық қаласы мен Денисов ауданындағы 3 медициналық нысан бар. Ұлы Абай елінде 52,4 миллиард теңгеге 28 жоба қолға алынған. Соңғы 30 жылда Семейде қосымша білім беру нысандары мүлде салынбаған еді. Енді мұнда 1500 орындық оқушылар сарайы ашылды. Құны 7,6 миллиард теңгені құрайтын заманауи орталықта мыңдаған баланың білім алуына, шығармашылығын шыңдап, жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалды. Небәрі 10 айдың ішінде өңірде 2,7 миллиард теңгеге арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының жаңа корпусы бой көтерді. Қазір тұрақты күтімді қажет ететін азаматтарға мұнда заман талабына сай, әрі жайлы жағдайда қызмет көрсетілуде. 6,1 миллиард теңгеге Үржар әуежайын қайта жаңғырту жұмыстары да жалғасып жатыр. Жұмыстар аяқталғаннан кейін әуежай қабылдайтын рейстер саны артады, ал Алакөл жағалауына жету өңір тұрғындары мен туристер үшін жылдам әрі ыңғайлы болмақ. Сонымен қатар Семей қаласында Абай, Бесқарағай, Бородулиха және Үржар аудандарында 21 сумен жабдықтау нысаны пайдалануға берілді. Аягөз және Үржар аудандарындағы көп салалы аудандық ауруханалардың құрылысы аяқталды. Семейдегі көпірді қайта жаңарту жұмыстары да жақын арада аяқталады. Тарихы терең Ақтөбе өңірінің Мұғалжар, Шалқар, Ырғыз, Қобда, Байғанин және Алға аудандарында жалпы құны 18,9 миллиард теңгені құрайтын 16 жоба іске асырылуда. Ақтөбе қаласында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған өзгеше үлгідегі гүл пішініндегі балабақша құрылысы жалғасуда. Ол 300 орынға арналған. Жобаның құны 7,8 миллиард теңгені құрайды. Мұнда әр баланың білім алып дамуына және өзін жайлы сезінуіне барлық жағдай жасалуда. 40 жылдан астам уақыт бойы медициналық пункті болмаған 9 ауылында жаңа дәрігерлік пункт ашылды. Енді 700 ауыл тұрғыны қажетті медициналық көмекті ауылдан шықпай-ақ алатын болады. Бүгінде облыста халықты сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз ететін 11 фельдшерлік акушерлік амбулатория медициналық пункт пайдалануға берілді. Енді бұл объектілерде тұрғындарға сапалы медициналық қызмет қолжетімді. Іле Алатауының баурайындағы Алматы облысында 13,2 миллиард теңгеге 32 жоба қолға алынған. Заманауи инфрақұрылым Алатау қаласының ауқымды жобадан технологиялық жайлы әрі жасыл болашақ қаласына айналуының басты кепілі. Сондықтан мұнда ең алдымен тіршілікті қамтамасыз ететін жүйелерді дамытуға басымдық берілді. Қайтарылған активтер есебінен қаладағы су бұру желілері жаңартылуда. Бұл желілер қаланың одан әрі дамуының негізгі тіректерінің біріне айналады. Ал Шиен ауылының тұрғындарына аудан орталығына жету үшін енді 100 шақырымнан астам жол жүру қажет емес. Мұнда қазір 3 мыңға жуық адамға қызмет көрсететін заманауи дәрігерлік амбулатория жұмыс істейді. Осындай медициналық нысандар Балқаш, Жамбыл, Іле, Кеген және Ұйғыр аудандарының 26 ауылында да салынды. Жер жанаты Жетісу облысында 41,4 миллиард теңгелік 30 жоба іске асырылып жатыр. 8 ауданда 18 жаңа медициналық нысан ашылды. Ал тағы 2 ауданда сумен жабдықтау мәселесі толық шешілді. Текелі қаласындағы Рудничный кентінде мектепке дейінгі шағын орталығы бар заманауи мектептің құрылысы жүргізілуде. Жобаның құны 2,5 миллиард теңгені құрайды. Қаратал, Кербұлақ және Көксу аудандарында 3 жаңа мектеп бой көтереді. Олардың құрылысына 13,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Осылайша аз уақытта заманауи, қауіпсіз әрі қолайлы жағдайда білім алатын ұл-қыздар саны арта түседі.
Улуу Жибек жолунун тогусундагы Жамбыл облусунда 31 нысан курулуусу менен жаңгыртуу жумуштарына 24,5 миллиард теңге бөлүнген. Курдай ауданынын Үлкөн Сулуу-Төр жана Көктөбе ауылдарынын тургундары осы убакытка дейин 1960 жылы салынган эски амбулаториядан медициналык көмөк алып келген болатын. Бүгүнде онун орнуна жаңа дарыгерлик амбулатория ачылып, 2800ден астам тургунга сапалы медициналык көмөк көрсөтүү мүмкүндүгү тууду. Мерка ауданында орталык оорукана жаңгыртылды. Гымараттын бір бөлүгү кайта жөндөлдү жана жаңа кабылдоо бөлүмү ачылды. Тараз каласында сондай-ак Байзак, Жамбыл, Кордай, Моюнгум, Рыскулов, Талас жана Шу аудандарындагы 22 ауылда жылдар бою шешимин таппай келген маселе шешилди. Жаңа суу менен жабдыктоо жүйөсү салынып, тургундарга таза ауыз суу турактуу түрдө жеткизилип отур. Кордай жана Шу аудандарында жалпы куну 4,2 миллиард теңге болатын газбен жана жылуу менен жабдыктоо жөнүндө 3 жоба жүзөгө асырылып жатыр. Кенчилер мекени Караганды облусунда 33,2 миллиард теңгелик 68 жоба колго алынды. Облыс халкынын гана эмес, эл ийгилиги үчүн маңызды жобалардын бири Балкаш әуе жайын кайта жаңгыртуу жобасы. Кала жыл сайын мыңдаган туристти кабылдап отургандыктан, мындай заманауи әуе жай сөзсүз кажет. Мемлекет башчысынын тапсырмасы менен бул жобага 945 миллион теңге бөлүндү. Энди Балкашка жетүү анагырлым жылдам әрі жайлы болса, ал өңүрдөгү туризмди дамыта түсүүгө одан әрі мүмкүндүк ачылат. Балкаш каласынын ден соолук сактоо саласында да ауқымды өзгөрүштөр болду. Бурун бийинде медициналык көмөк алуу үчүн тургундар Караганды, Астана, Алматы калаларына барууга туура келетин. Азыр 77 мыңдан астам тургун алыска бармай-ак кажеттүү эмди өз каласында алатын болот. Жаңа эмдөө гымаратынын курулуусу менен оорукананы жаңгыртууга 2 миллиард теңгеден астам каражат багытталды. Сонун катар облустун 8 ауданындагы 51 ауылда медициналык нысандар, дәлирээк айтканда, дарыгерлик амбулаториялар, сондай-ак фельдшер-акушерлик жана медициналык көмөк көрсөтүү пункттери ачылды. Осылайша эң шалгай ауылдардын тургундарына да сапалы медициналык кызмет кол жетимдүү боло түстү. Казак күрүшүнүн отаны Сыр өңүрүндө курулуш салуу жана кайта жаңгыртуу багытындагы 31 жобага 45 миллиард теңге бөлүндү. Кызылорда каласында тургундарды көп жылдан бери алаңдаткан басты маселенин бири шешилмек. Күн сайын жүздөгөн адам темир жолду кесип өтүп, өмүрлерине кауп төндүрөтүн. Азыр кауптуу аумакта 2,9 миллиард теңгелик заманауи жол өткөлү салынып жатыр. Жоба аякталган соң жол козгалысында кауп сейилет, кептелисти едәуир азаят. Медициналык нысандарды барынча жаңгыртуу жумуштары да жалгасууда. Арал каласында жаңа инфекциялык бөлүмчө ачылып, аудандык оорукана толук жаңгыртылды. Ал Казалы, Шиели жана Жаңа Корган аудандарында ооруканалардын жаңа корпустары салынып, колданыстагы гымараттарга күрдөлүү жөндөө жүргүзүлдү. Осы жобалардын аркасында 270 мыңдан астам тургун заманауи әрі сапалы медициналык кызметке кол жеткизди. Солтүстүк Казакстан облусунда 69,5 миллиард теңгелик 41 жоба жүзөгө асырылууда. Петропавл каласынын жаңа шагын ауданынын бала бакчасы жок. Ата-аналар балаларын күн сайын каланын башка аудандарына тасыйтын. Осы маселе небары 10 айдын ичинде өз шешимин тапты. Арнайы мемлекеттик кор каражаты эсебинен 1,9 миллиард теңге бөлө өтүрүп, 280 орындык жас өркөн бала бакчасы салынды. Азыр мында бүлдүршүндөрдүн каупсиздиги менен жайлылыгы үчүн кажеттинин баары бар. 15 мыңдан астам тургуну бар шагын ауданда мектепке дейинги билим кол жетимде. Өңүрдөгү тагы бир маңызды жоба Кызылжар арнайы экономикалык аймагы. Узак жылдар бою бул аймактын дамууна жолдар, инженерлик желилер менен кажеттүү инфракулумдун болмообу кедерги келтирип келген болатын. Аймактагы осы маселелерди шешүү үчүн 18,4 миллиард теңге бөлүнүп отур. Жоспарланган 4 жобанын 2 аякталды. Бул 21 инвестордун, онун ичинде 14 чет элдик компаниянын жалпы куну 414,5 миллиард теңгени курайтын жобаларын жүзөгө асырууга мүмкүндүк берет. Ягни жаңа өндүрүстөр эсебинен жаңа жумуш орундары ачылат деген сөз. Бастысы өңүрдүн экономикасы каркынды дамыйт. Сонымен катар Тайынша ауданындагы оорукананы жаңгыртууга жана 8 аудан аумагында суу менен жабдыктаудын 35 нысанын салууга каржы бөлүндү. Олардын 32си азырдын өзүндө пайдаланууга берилди.
Казактын руханий астанасы Түркістан облысында 30 жобаны іске асыруга 26,4 миллиард теңге бөлінді. Ордабасы ауданының Темірлан ауылында өнер мектебі 1974 жылы салынған апатты жағдайдағы ғимаратта жұмыс істеген болатын. Қауіпті нысанда балалар шығармашылықпен айналысты. Небәрі 8 айдың ішінде 889 миллион теңгелік заманауи 300 орындық жаңа өнер мектебі тұрғызылды. Енді жас өнерпаздар өз қабілеттерін заман талабына сай жабдықталған оқу ұясында шыңдаса, педагогтар сапалы білім берудің барлық мүмкіндігіне ие болды. Шардара қаласында көп жылдан бері өзекті мәселеге айналған ауыз су мәселесі шешілді. Бұған дейін тұрғындар су қоймасындағы суды пайдаланды, ал оны тазалайтын су тазарту жүйесі әбден тозған. Мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен бұл жобаға 5 миллиард теңге бөлініп, жаңа су ұңғымалары мен магистральдық су құбыры салынды. Қазір 35 мыңнан астам тұрғын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар Сайрам ауданындағы аурухананы күрделі жөндеуге және 27 сумен жабдықтау нысанын салуға қаржы бөлінді. Олардың 26-сы пайдалануға берілді. Ұлы даланың қақ жүрегінде Ұлытау облысында 19,3 миллиард теңгеге 17 жоба іске асырылуда. Жаңарқа ауданындағы Манадыр станциясында ұзақ жылдар бойы жалғыз мектепте оқушы саны шамадан тыс көп болды. Ол бар болғаны 60 оқушыға арналған, бірақ мұнда 130-дан астам бала білім алған. Бұл мәселені шешу үшін жаңа заманауи мектеп салынды. Оған 1,2 миллиард теңге бөлінді. Қазір балалар жайлы жағдайда білім алуда, ал оқу орындарының тапшылығы мәселесі өткеннің еншісінде. Ұлытау ауданының Кеңгір ауылында тағы бір маңызды нысан пайда болды. Мұнда жаңа медициналық дәрігерлік амбулатория ашылды. Оның құрылысына 248 миллион теңге жұмсалды. Қазір ауыл тұрғындары үйінің жанында заманауи және ыңғайлы жағдайда бастапқы медициналық көмек алуда. Сонымен қатар өңірде 15 маңызды нысанның құрылысы қаржыландырылды. Олардың ішінде 8 медициналық мекеме, 4 сумен жабдықтау жүйесі, сондай-ақ білім, спорт және газдандыру саласындағы жобалар. Еуропа, Азия мен тоғысқан жерде Атырау облысында бастауыш мектепті бітіргеннен кейін көп жылдар бойы Қызылқоға ауданы Жамансор ауылының балалары оқуын жалғастыру үшін күн сайын ондаған шақырымды жүріп өтуге мәжбүр болды. Енді бұл мәселе шешіледі. Мұнда құны 2,1 миллиард теңге тұратын 80 орындық мектеп пен 30 орындық интернат жаңа оқу кешені салынды. Жаңа оқу жылынан бастап балалар ұзақ жолға уақыт жұмсамай-ақ үйінің жанында оқи алатын болды. Құрманғазы аудандық ауруханасында магнитті резонансты томографияны орналастыру жұмыстары аяқталды. Бұрын мұндай зерттеулерді жүргізу үшін тұрғындарға 200 немесе одан да көп шақырым жол жүру қажет болатын. Осымен қатар тұрғындарды суға үздіксіз қол жеткізу үшін 74 шақырым болатын Тайсойған Миялы магистральдық су құбырының құрылысы жүргізілуде. Каспий теңізінің жағасында Маңғыстау облысында маңызды жобалардың бірі 4,5 миллиард теңге болатын Ақтаудағы жаңа жедел медициналық көмек станциясының құрылысы. Қызмет ұзақ жылдар бойы 1967-1982 жылдары салынған ғимараттарда жұмыс істеді. Шақырулардың көптігіне байланысты адамдар дәрігерлердің келуін көп күтуге мәжбүр болды. Бүгінде жағдай өзгеруде. Қайтарылған қаражаттың арқасында мұнда заманауи жедел жәрдем станциясы салынды. Бұл бригадаларға, қоңырауларға тезірек шығуға, ал Ақтау тұрғындарына жедел медициналық көмек алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Бейнеу ауылында құны 3,6 миллиард теңгеге орталық аудандық аурухананы күрделі жөндеу жалғасуда. Еліміздің ірі өнеркәсіптік өңірлерінің бірі Павлодар облысында Павлодар әуежайын реконструкциялау бойынша стратегиялық маңызды жоба іске асырылуда. Көп жылдар бойы әуежай жаңартуды қажет етті. Қаржыландырудың болмауына байланысты жұмыстар бірнеше рет кейінге қалдырылған еді. Ал облыс тұрғындары жиі алыс қашықтықтарға жердегі көлікті пайдалануға мәжбүр болды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қайта жаңартуға мемлекетке қайтарылған қаражаттан қайта 9,3 миллиард теңге бөлінді. Жұмыс аяқталғаннан кейін әуежай көбірек рейстерді қабылдай алады, ал Павлодарға жету тезірек және ыңғайлы болады. Байып, Ивановка, Құргөл, Ленина және Мұңғыл ауылдарында 5 медициналық пункт, Баянауыл ауданының Шонай, Шумангөл ауылдарында, Ақсу, Павлодар қалаларында 8 сумен жабдықтау жобасы жүзеге асырылды.
Қазақстанның батысында 16 медициналық объектінің құрылысы қаржыландырылды. Оның 14 аяқталды. Сонымен қатар 11 сумен жабдықтау объектісі қаржыландырылып, оның 10 аяқталды. Мысалы, Сырым ауданы Шағырлой ауылының тұрғындары көп жылдар бойы 1979 жылы салынған апатты ғимаратта медициналық көмек алған. Дәрігерге бару үшін адамдар аудан орталығына дейін 30 шақырымдай жол жүруге мәжбүр болды. Бүгінде ауылда жаңа фельдшерлік акушерлік пункт жұмыс істейді. Қазір медициналық көмек 600-ден астам тұрғынға қолжетімді болды. Ал дәрігерге үйдің жанында қаралуға болады. Бүгінде мемлекетке қайтарылған активтер қайта жанданып ел игілігіне қызмет етуде. Осының бәрі күн сайын миллиондаған қазақстандық көріп сезініп жүрген нақты өзгерістерге айналуда. Бұл балалар сапалы білім алатын жаңа мектептер, адамдарға үйінің жанында медициналық көмек көрсетілетін заманауи ауруханалар, болашақ чемпиондар өсіп жатқан спорттық кешендер, таза ауыз су, жаңа жолдар, әуежайлар және инженерлік инфрақұрылым. Бұл адамдардың өмірін ыңғайлы, ал аймақтарды күштірек етеді. Әрбір іске асырылған жобаның артында миллиард теңгелер ғана емес, олардың артында адамдардың тағдыры, жаңа мүмкіндіктер және болашаққа деген сенімділік жатыр. Міне осылайша мемлекетке қайтарылған қаражат халықтың игілігіне жұмыс істей бастады. Қазақстан Республикасы президентінің адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін деген ұстанымы өмірде осылайша жүзеге асуда.